Ассалаумағалейкем, қазақ елі, Алимжанов отбастарымыз біз. Бізде 9 бала. Асел енді өзі айтатын шығар, енді қалай мені бірінші рет көргенде, мен сонда анау не қызыл шалбармен болғам да. Сонда Асел мені көргенде айтқанды өзінше. Енді дауыстап айтқан жоқ, өзіне ішінен былай айтыпты. Мынау жігіт депті. Қызыл шалбарда жүрген менікі болады деп. Сонымен біз мен солай танысып, осы кешке кейін міне Құдайға шүкір 9 бала көтеріп, 9 бала тәрбиеп, сол паспорт жүрміз, иә. Жасым 16-да болды да? Мен жасым 19-де болды. Солай таныстық, сосын үйлендік. Мен 22-де болдым. Асел 19 жаста келгенде, сонда біз үйлендік. Что-то волнуешь, жаңа так спокойно говорила, теперь волнуешься. Тойда сұрады, сізде қанша бала армандайсыз деп. Мен сол кезде айттым, 10 бала армандаймын деп айттым. Аллаға шүкір, соған келе жатырмыз. Енді біз балаларды қалай тәрбиелейміз? Әкешелеріміз айтады. Үйдің жұмысын істеп тастасаң, оқуыңды істесең дұрыстап, сосын далаға жібересің дейді. Міне. Біз де солай балапандарымызды тәрбиелейміз. Енді мен кішкене балаларды, ұл балаларды тем более, оларды кішкене ұстағанда енді қатты ұстаймын. Айттым ба бір рет? Болды. Екінші рет қайта алмаймын көрші балалар. Үйдің жоспарымен мысалға қар тазалап шығу керек, үйдің көмірін толтыру керек, отын жару керек. Осы казармада үйреткен нәрселерін бәрінде үйде қолданып, үйдегілерімізге көмектесем. Үйден тазалау керек, посудан жуу керек, сабақ істейміз. Үйге көмектесемін мен, баламен отырамын. Спортивные. Бойлары да бар, денелері де бар, Құдайға шүкір. Сол, ничего, воспитаниясы жақсы. 9 жастан бастап бокспен айналысты. Бүкіл Қазақстанның несін, Ақтау, Атырау, Ақтөбе деген жерлерін барып бокспен қанша дәрежеге жетті. Құдайға шүкір, иә. Ой, а ты в камеру получаешь. Енді біздің папамыз воспитание маған айтады, седі, мен кішкене қатал болам, ана кішкене жұмсақтау болады деп. Сол папамызды тыңдап, 9 баланы тәрбие беріп жатырмыз, Аллаға шүкір. Жаман деп ойламаймын, жақсы деп ойлаймыз. Бізде бәрі план бойынша. Мен таңертең 6-да тұрамыз, қамырын қойып, пирогтардың жаңа көрдіңіздер ғой, 5-8 түрі бар, соның бөлек қойып, соның бәрін етін турап қордағын қойып, сол балалар таңертең тұрған кезде дайын болсын деп. Әйтеуір әр балалар, өздеріміздің балаларымыз өз жұмыстарын біледі. Әділет, например, ол өзінің жұмысын біледі. Пешін жағады, көмірін әкеледі, отын жарады. Кішкентай балалар өз жұмыстарын істейді, киімдерін киеді, анау-мынау сол. Сонда біздің былай қалай күн өтіп кеткенде өзінде білмей қаламыз, шын айтса. Мен тамақ люблю пісіруге, любой тамақты пісірем, үйді де жинайым, посуда да жуам. Балалардың киімді де стирайым. Ничего здесь такого нет, ол менің балаларым. Ең байлық ол бала. Біздің той болған кезде 1-2 бала шықса қызық емес қой. Көп бала болғанда немере шөбірі болған ең жақсы сон деп мен ойлаймын. Сондықтан жыл сайын босану керек. Өмірде бәрі де болады. Ащысы да болады, тәттісі де болады дейді осы өмірде. Енді любой мынау жастарға айтып отқаным, сіздерді әкешелері қоспайды, оны Алла тағала тағдыр қосады дейді сіздерді. 1 бала, 2 бала, 3 бала тауып, одан қорқпаңдар. Қазақстанның елін көтеріп, былай демография көтеріп, кішкене қазақтың елін көтерейік, 40 миллион, 60 миллион, 70 миллион болайық деп. Сонда міне Қазақстан елімдеріміз, жерлеріміз Құдайға шүкір көп қой. Ешкім біздің жерлерімізді алып қоймайды, ешкімден біз ертең қорқпаймыз. Міне сол мен айтатын жастарға. Енді президент айтты ғой, болашақ деген ол біздің мынау ұрпақтарымыз, балаларымыз. Қазақстан біздің жалғыз ғана отанымыз. Оның іргесі берік, керегесі кең, 4 құбыласы түгел болуы өз қолымызда. Бабалардан мирас болған ұлан ғайыр жерді қорғау,
оны өркендету біздің перзенттік парызымыз. Мен еліміздің әрбір азаматын осы қасиетті парызға адал болуға шақырамын. Бір қыз маған келді да айтты: «Тәте, сіз Қазбек ағаның жолдасыңыз ғой?» «Иә, біз сіздің видеоңызды көрдік Инстаграмда. Бізде 2 кішкентайлы бар. Енді сіздің видеоңызды көріп, біз көп балалы болғым келеді» деп, маған көп уже кісілер солай айтты. На самом деле у нас не было такой цели, чтобы видео набрало какую-то популярность. Это произошло спонтанно, случайно, само по себе. Сделали фотосессию, много фотографий, и вот как раз-таки то видео, которое залетело в ТикТоке у нас, оно было сделано самым последним, буквально на телефон. Неожиданно, но вот так вот получилось классно. Енді біздің байлықтарымыз сенің мынау балаларымыз ғой. Болашақ мына отбасыларым. Сол айтқаным дегенім сіздерге. Менің отбасым, мен үшін ол менің өмірім. Қазынамыз ең кішкентай болмайды деп ойлаймыз. Отбасы бұл!